Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен өтірік лаңман жасайтын боламыз. Мен осылай ат қойып алдым осы тамаққа. Сондықтан сіздер де менімен бірге болып жасап көріңіздер, өте оңай. Ең алдымен етімізді осылай төрт бұрыштап, қызанағымызды, сәбізімізді, бұрышымызды және картопымызды, пиязымызды бәрін осылай төрт бұрыштап турап алатын боласыздар. Одан кейін қазанымызды барынша отқа қойып қыздырып, оған сұйық майымызды құямыз да етімізді қуыратын боламыз. Етті қуырған кезде байқайсыздар, кішкене сөлі шығады, суы шығады. Сол суы, сөлі бәрі тартылып кеткенше қуыратын боламыз. Бұл тамақты жасаған кезде қамырын қолмен созбайсыздар. Кәдімгі спагетти бар ғой магазиндегі, лапша, сондайдың кез келген түрін суға салып алып қолдана берсеңіздер болады. Міне етіміздің суы тартылды толықтай. Осыған кішкене соя соусын құямын да пиязбен бірге жақсылап тұрып 1-2 минуттай қуыратын боламын. Міндетті түрде қуырып жатқан кезде кішкене сарғайтып, қызартып қуырыңыздар, сонда тамақтарыңыз әдемі, дәмді болып шығады. Одан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізді де жақсылап 1-2 минуттай қуыратын боламыз. Осы сәбізді қуырып жатқан кезде мен томатты қосып жіберемін. Осылай 1 қасық салдым. Осы жеткілікті. Енді осыны жақсылап қуыратын боламын. Томаттың қышқыл дәмі кету үшін оны ертерек салып осылай мен қуырып тастаймын. Сонда түсі қызарып, қышқыл дәмі кетіп жақсы болады. Қалауыңызша кішкене тұз салып жібересіздер. Жақсылап қуырылып болғаннан кейін енді осыған қызанағымызды саламыз және картопымызды салып бірге қосып екеуін қуыратын боламыз. Өте жеңіл, тез жасалатын тамақтардың бірі және де әдемі көрінеді. Сондықтан міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Енді біздің барлық көкөністеріміз қуырылды. Ең соңында бұрыштарымыз қалды. Бұрышты қуыратын кезде мен жартысын саламын. Жартысын жаңағына құймамыз дайын болған кезде бетіне сала салам. Содан кейін менде осындай лаңманға арналған дәмдеуіш бар екен, соны қосып жібердім. Енді су құямыз. Суды құйған кезде өздеріңіз араластырасыздар. Өте сұйық болып кетпеу керек, өте қою да болып кетпеу керек. Болды, осыны 35 минуттай асықпай жай отта қайнататын боламыз. Енді бір ыдысқа суымызды міне қайнатып қойдық, оған тұзымызды саламыз да біздің жаңағы дайын созылған спагеттиларымызды ыстып салып қайнатып алатын боламыз. Басында осылай салып қойыңыздар, кейін өзі бара-бара ішіне қарай түсіп кететін болады. Содан кейін барынша отты қойып қойыңыздар да арасында араластырып осылай қайнатып пісіріп алатын боласыздар. Пісіп болғаннан кейін сұйық маймен майлап қойыңыздар, жабысып қалмау үшін. Осымен біздің тамағымыз дайын болып шықты. Құймамыз 35 минуттай асықпай жай отта қайнады, дайын болды. Енді мен сіздерге осы тамақты салып көрсетейін. Қараңыздар, қып-қызыл болып, төрт бұрышты туралып, соусымен керемет болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай тамақ және де бәрі жақсы көріп, сүйсініп жейтін тамақтардың бірі.